Ақтау қашанда өзінің табиғатымен және ерекше сұлулығымен таңғалдырады. Тіпті соңғы жылдары туризм саласы қарқынды дамып, қала қонақтары көбейе бастады. Біздің жас қалада ойын-сауық түрлері артып келеді. Және біздің өз кезегімізде Ақтаудың әлеуетін ашуға және көмектесуге деген ниетіміз бар. Сондықтан біз бүгінгі видеоблогта демалудың белсенді спорттық түрі сапсерфингке арнаймыз деп шештік. Жалпы бұл үш жіберсеңдер, какие ощущения? Так, жалпы я кішігірім ана мост жаққа қарай барамыз. Ласточка. Я заснял. Барлығына сәлем, бүгін біздер саббордқа келдік. Бүгін 4 шілде, сағат 11. Біздер 10-да бастауымыз керек, өкінішке орай кейбір адамдар кеш қалып қойды. Жалпы бұл адамдардың барлығы бүгін саббордқа бірінші рет келіп тұр. Неге бірінші рет келіп тұрған адамдарды алып келдік өзімізбен, өйткені біз бүгін осы сабборд туралы айтатын боламыз. Жалпы новичоктарға не істеу керек, қалай дайындалу керек, нені білу керек, соның барлығын бүгінгі видеода айтылады, бүгінгі видеода түсіндіріледі. Біріншінде оңай болмайды оны. Отырасыңдар, бірінші отырып істейсіңдер, содан тұрған кезде бірден қыласыңдар ғой. Сәлем бердік. Бүгін біз Ақтаудың қайығына келдік. Қазір теңіз өте шамалы емес. Сол, қазір кетеміз. Суға кетеміз. Сапсерфингке алғаш рет келген адамдарға алдымен арнайы керекті құрал салуға болатын су өткізбейтін гидросөмке беріледі. Гидросөмкеге тағам салып алып, сапбордтың үстінде пикник ұйымдастыруға болады. Келесі сізге арнайы қауіпсіз жилет беріледі. Яғни жүзе алмасаңыз да қорқудан қажеті жоқ. Содан соң жүзуге арналған маңызды құрал ескек беріледі. Оған мұқият болған жөн. Батырып алсаңыз жағаға қайту қиынға соғады. Әрине келесі ең басты жабдық сапборд. Суға шыққанда сіз оған жауаптысыз. Сондықтан сапбордты арнайы жіп арқылы сіздің аяғыңызға бекітеді. Тағы да сапбордтың астында жүзгіш болады. Біріншіден ол су бетінде тұрған сәтте тепе-теңдікті ұстап тұру үшін керек. Екіншіден сізге тақтаны басқаруға көмектеседі. Жүзуге қажет нәрсенің бәрін алғаннан кейін еш күмәнсіз суға шыға беруге болады. Алда тек жағымды демалыс. Так, мына жерде уже біреулер құлап үлгеріп жатыр. Міне алмай жатыр да. Так, мінекей екінші адамда құлады дейсің ба? Спортивный комментатор жеш. Енді міне ала ма, міне алмай ма, сол маңызды сұрақ болып тұр. Қазір біздер сол баяғыша ана мост жаққа қарай барамыз. Мына жерден енді көру қиын болады шығар. Жалпы бұл спорт түрі тікелей серфингке жатады. Тек классикалық серфингтен басты айырмашылығы сіз жүзуге арналған ескек арқылы жеңіл үрілген тақта үстінде жүзесіз. Көбіне бұл спорт түрі тыныш, толқынсыз суларға арналған. Сәйкесінше серфингке қарағанда қауіпсіз болып табылады. Алайда үлкен толқындарды бағындырғысы келетін адамдарға ешқандай шектеу жоқ. Жалпы сапсерфинг соңғы 20 жылдықта пайда болған, ал біздің қаламызға 3-4 жылдықта келді. Сапсерфингтің жанкүйерлері күннен күнге артып, олар бұл спорт түрін Олимпиада ойындарының бір бөлігі қылуға барынша тырысуда. Міне мына жерге де жеттік. Тут, оказывается, кто-то установил качели, бірақ жалпы саған қойса да енді керемет ой екен, бірақ өкінішті. Мына қыз парковать ете алмай жүр. Жалпы ұнап жатыр ма? Оң болсын, ұзағынан болсын. Бұл жігіт те парковать ете алмай жүр. Паркинг қиын, а? Сейчас будем прыгать. Давай, Жанара. Давай, Жанара. Я этот. Шунчи. Ласточка. Давай, третий кто там? Третий кто там? Давай. Олдық жолы, олдық жолы. Айтылған сөз атылған оқ. Вау, әдемі. Бір, екі, үш.
жерде жаңа айтқандай біреу кто-то установил качели, қазақшасын сұрап едік, әткеншек дейді. Бұл жерге біреу әткеншек қойып тастапты. Жалпы керемет спорт түрі міндетті түрде келгеніңіз дұрыс. Если осылай келіп демалғыңыз келсе, Ақтау САП Инстаграмда бұл жерде жазамыз. Жалпы не ойлайсың? Жалпы мына жердегі барлық аймақ осындай көңіл өткізуге арналған, яғни саппорттан да басқа мына жерде қайық, Ақтау, басқа спорт түрлері бар. Негізі жақсы да, то, что бізде Ақтауда басқа да нелер дамып жатқанда, бұрын мысалға буквально 2-3 жыл бұрын мұндай нәрселер болған жоқ та. Жалпы айтарым, міндетті түрде саппортқа келіңіздер. Ол өте керемет спорт. Сіздің қолыңызды да, аяғыңызды да качать етеді. Терлеп жатсаңыз суға секіре саласыңыздар. Вообще идеально да, просто. Жалпы саппорт өзіңіз ойлауыңыз мүмкін қымбат шығар деп. Қымбат емес. 1500-нан 3000 теңгеге дейін барады. Диля, мә, сөйле. Сәлем бердік, скажи. Сәлем бердік. Бәрі өте мықты өтті. Біздің тиімдіміз. Әткеншектеміз. Әке күш. Бәріне сәлем. Бәрі жақсы өткен. Біздің көңіл күйімізді көтеріп. Не надо, да? Я пытаюсь, я правда пытаюсь. Маған ұнады. Барлығы күшті. Барлығы күшті. Бәрі мықты өтті. Теңіз күшті. Көңіл күйімізді көтеріп, мында жүріп енді қазір қайтамыз. Солай сізбен де жаз болған, сау болыңыз. Жалпы біздің Ақтауының тағы бір мақсаты ол Диляға қазақша үйрету. Бір қызығы, көбінесе адамдар мұнда таңның атуын, немесе күннің батуын көру үшін келеді екен. Өкінішке орай біз бұл сәтті түсіре алмадық. Себебі әдемі көріністі тамашалағысы келетін қала тұрғындары алдын ала белгілі уақытқа жалға алып қояды екен. Керек кадрлар болмаса да, Ақтаудың таңдарының сұлулығы қандай екенін біз сізде білетін шығарсыз. Мирас, ұнады ма? Мен футболку жоғалтып алдым. Футболку жоғалтып алдым. Я же сказала, не забудь. А жоқ, бұл екен. Мінекей біздің бүгінгі демалысымыз аяқталды. Бәрімізге өте қатты ұнады. Өзіңіз көрдіңдер, жалпы бұл спорт түрі демалысқа керемет. Терлеп жатсаңдар суға секіре саласыңдар, прям андай ләззат қой. Прям қазақша контент программа. Егер де келгіңіз келсе, Ақтау САП келіңіздер. Бәріңізге ұнайды. Міндетті түрде ұнайды. Біз оған сенімдіміз. Мен енді лично өзім әлі маған ұнаған жоқ деген адамдарды кездестірген жоқпын. Міне сонымен осы алдыңғы жылда келген едік. Осы жылы енді ерекше болып айтатын сөз жоқ. Күн ыстық, кеуіп болдыңдар, ода бәріңіз. Ендеше кеттік. Бүгіндікке осы, келесі видеоларда кездескенше, жүздескенше.